оны бөлек шығарып беруге ол болады. Бөлек шығара алады да. Ұстаз, ал егер де ол жалғыз ұл болсашы. Жалғыз ұл болса, мысалы, әкесі жоқ болса, анасымен бірге тұрады. Бірақ келіншек келеді, мен сен анаңмен тұра алмаймын, бөлек шығайық десеші. Ол анасының хақына кіріп кетпей ма? Тастап кетіп, сонша баққан қаққан анасын. Жоқ, бұл жерде баланы міндетті түрде тастап кету емес қой. Екі әйелді оңашаландыру. Көрші тұруға да болады. Көрші тұруға да болады. Екі адамды оңашаландыру. Көрдіңіз бе? Оңашаландыра алу. Бұл жерде не керек? Еркек адам өзінің міндетін толық білу керек. Ал мына бізде именно мына адамның хақысында ер адамның беретіні, әйел адамға беретіні, әйел адамның одан алатыны қамқорлық қой. Ол мына жаққа анасына көп қамқорлық жасап, мына жақтағы әйеліне көп қамқорлық жасай алмауының өзі аманатқа қиянат, Осы тұста Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы хутбасында айтады ғой, ер адамдарға, әйелдерің аманат сендерге дейді. Әйелдеріңе жақсы қараңдар дейді да. Көрдіңіз бе? Сондай бір аманаты да. Бұл жерде еркек адамға не керек? Даналық керек. Ол даналықты қайдан біледі? Мешітке келген имам дана болу керек та. Осы тұста әдемі көркем түрде жеткізіп беретін. Әр нәрсенің шешімі бар. Екі адамды қосып қойып, екі адамды бақытсыз қылғанша, екі адамның да хақысын дұрыс беріп, екі адамға да қамқор бола алады. Некенің қазіргі таңда ажырасу мәселелері де осындай болып тұрды. Көрдіңіз бе? Ол рас енді. Бұл нәрсені де көркем түрде әр адамның ақысын беру мәселесінде шешуге болады. Міндетті түрде соны шешу керек та.